Өткендегі Барби фильмінің шолуынан кейін Марго Роббидің өмірбаянын керек кеткендер көп болды, және сол туралы сәл-пәл айтып берейін. Жайғасыңыздар. Марго Эллис Робби 1990 жылдың 2 шілдесінде Австралияда дүниеге келеді. Сөйтіп 5 жасында ата-анасы ажырасады, Маргоны ата-әжесінің үйіне ауылға жібереді. Сөйтіп ол жерде ол күнде ата-әжесіне шоу көрсетіп, сол көрсетіп жатқан шоуына ақша алады екен, продюсерлік жилка дейді ғой. Мамасы қыздың өнерлі екенін біліп алып, сол циркке оқуға жібереді, цирк мектебіне оқуға жібереді, және Марго акробатиканы сол жерде үйренеді. Бұл өте маңызды ақпарат. 17 жасында ол бірнеше триллерлерге түсіп, Мельбурн қаласына көшіп кетеді. Онда 2008 жылы ол Лиам Хемсворт Пілдер ханшайымы деген сериалға түседі. Содан Марго Рассел Кроу мен Кайли Миноугтың мәнсабын бастап берген Көршілер деген әйгілі австралиялық сериалға кастингіне қатысады. Одан ешнәрсе шықпайтын шығар дейді, Канадаға кетіп қалады жігітімен. Бірақ ұшағы қона сала, оған кастинг директор хабарласады да, сен кастингтен өттің дейді. Сөйтіп сол аэропорттан қайта самолетқа отырады, түсірілімге кетеді. 3 жыл бойы күніне 18 сағат Марго сол Көршілер сериалының түсірілімінде жүрді. Өмір бақи олай болмайтынын түсініп, ол анда-санда Голливудтағы кастингтерге қатысты. Содан Пан Американа деген сериалға өтеді де, онда журналға модель болып түсіп, ақыры стюардессаға айналған қыздың рөлін ойнайды. Ол сериал 3 жылға емес, 14 серияға ғана созылады. Сөйтіп, 2012 жылы Марго өзінің алғашқы голливудтық 2 фильміне түседі. Біріншісі ол болашақтан келген бойфренд, ол жерде азғантай ғана рөлі бар. Ал екінші фильмі туралы бөлек айту керек деп ойлаймын. Марго портфолионы жібереді де өзі Англияға кетіп қалады. Содан оны Мартин Скорсезе қайтарып алады да, Ди Каприомен бірге Уолл-стрит қасқыры фильмінің пробасына қатысасың дейді. Ди Каприо импровизация жасап, оны сүйіп алмақшы еді. Ауылда өскен Марго оған шапалақпен жауап қайтарады. Мұны көрген Скорсезе Маргоның мінезіне тәнті болып, оны киноға алады. Хотя кастинг директоры Маргоның жыртық джинсымен пробаға келгенін байқағанда, бар сен магазиннен ең қысқа бір көйлек сатып ал, өзіңді сексуалды қылып көрсет дейді. Мүмкін содан да өтіп кеткен шығар. Бірақ біз енді білмейміз оны қалай өткенін. Менің ойымша мінезі арқылы өтті. Өйткені бұл трюкті ол бірнеше рет қайталайды кейін. Именно мінезімен көптеген режиссерларға ұнап қалады Марго. Сөйтіп Маргомен бірге кастинг өткен актрисаларды айтсақ, олар Эмбер Хёрд, Блейк Лайвли, Роузи Хантингтон Уайтли, Марго бәрінен озат. Бұл жерде мәселе қысқа юбкада емес, именно мінезде де ойлаймын. Қасқырдан кейін Марго танымал болып кетеді. Англиядағы премьерадан кейін 4 досымен бірге Лондоннан үй алады. Алайда ол таңдаған келесі 2 фильм прокаттан құлап кетеді. Олар З деген Захария және француз сюитасы. Сюитада ол режиссер көмекшісімен танысып жүре бастайды, бірақ әңгіме ода емес. Оған қоса Золушка, Терминатор мен Бёрдманға өтпей қалады кастингтен. Сөйтіп сәтсіздіктерден шаршаған Марго інісін алып Хорватияға кетпекші болады демалысқа. Сөйтіп қонақ үйге келе сала, оған кастинг директорлер хабарласады қайтадан. Сөйтіп ертең сағат 12-де сен Нью-Йоркта пробада болу керексің, бір фильм бар, күшті, соған кел дейді. Марго 20 минуттай катамаран іздейді өзіне, катамаран тауып алып аэропорты бар жақын қалаға келеді. Ол жерден автобуспен аэропортқа дейін барады. Аэропортта 6 сағат өзінің рейсін күтеді. Сөйтіп самолетқа отырады. 2-3 пересадкасы болады. 12 сағат бойы жолда жүреді. Сөйтіп Нью-Йорктың аэропортына түскен кезде багажын жоғалтып алған екен. Оны іздеп тұрам ба деп таксиге отырады, сол сағат 12-де ровно пробаға келеді. Бір жарты сағаттан кейін сонымен бірге киноға түсемін деген Уилл Смит келеді. Кешіріңіздер, Куинста пробка болған еді, кішкене кешігіп қалдым дейді. Оны шыдамаған Марго, мен Хорватиядан ұшып келдім, между прочим деп кішкене айқайлап береді. Сол режиссер сол сахнаны көріп қалады да, қайтадан Маргоның мінезіне тәнті болып, соны фильмге алады. Фильмнің атауы «Фокус». Кастингте Марго, Кристен Стюарт, Оливия Манн,
Эмма Стоун, Джессика Билл, Мишель Уильямстардан озып кетеді. Сол жылғы тағы бір үлкен жоба «Игра на понижение». Оны қалай қазақшаға аударатынын білмеймін, кешіріңіздер. Содан атышулы екі жобаға қатысып, ол қайтадан үлкен қауым байқамаған екі жобаға қатысып, сондай бір өзінің әзілі бар. Ол екі ешкім байқамаған жоба Тарзан мен Репортер қыз деген фильмдер. Негізі жаман емес. Неге касса жинамағаны маған белгісіз. Бірақ келесі жобасы Марго Роббиді Хэллоуиндар легендасына айналдырады. Харли Квинн рөліне таласқан адамдардың есімін жарты сағаттай атауға болады. Ақыры таңдау кезінде циркте оқыған акробатиканы білетін Марго Роббиге таңдау түседі. Қайта-қайта айтам, өмір ол үлкен бір сценарий, және мамасы сол цирк мектебіне бергенде оны, ол білмеген ғой, ертең бір голливудтық фильмде сол акробатикасы керек болып қалатын, мысалы. Сказка. Бұл фильмде Марго барлық қиын қимылдарды өзі жасап, судың астына 5 минутқа дем алмауды үйренеді. Оған қоса Харли Квиннің фанаттарынан хейт алады, соған да төзеп береді. Содан келесі шулы жобаға кіріседі, оның атауы «Мен Тоня». Ол Тоня Хардинг деген фигуристканың өмірбаяны. Бұл рөл үшін Марго сағаттап коньки тепті, кәсіби фигуристер олимпиадаға дайындалмағанда Робби ең ауыр элементтерді де үйреніп алатынына мен мысалы күмәнданбаймын. Бірақ оның орнына CGI эффекттерін қолданған сахналар бар. Айта кететін жайт, Тоняда Марго алғаш рет продюсер қызметін атқарады. Кішкентай кезінде ата әжесінен ақша алатын еді ғой, шоу үшін. Сол ата әжесінен бүкіл әлемге көшті да, енді бүкіл әлемнен ақша талап ететін продюсерға айналды. Бұл рөлі үшін Робби Оскарға үміткер болды, бірақ ұтылып қалды. Бірақ содан кейінгі фильмдері, мысалы, Маргоның еңсесін сүре жаздайтын фильмдер. Өйткені атап кетейін қазір. Сау бол Кристофер Робин, Терминал, Екі патшайым, Арман елі, ешқайсы хитке айналмады. Бірақ осы кезде көмекке әйгілі Квентин Тарантино келді. Кезінде Голливудта фильмі Голливудтың алтын ғасырының аяқталуы туралы баяндайды. Онда Марго Шерон Тейт деген актрисаны сомдайды. Бұл актрисаның өмірбаянын оқып көріңіздер, сосын фильмді қараңыздар. Сонда фильмнің дәмін сезесіздер. Маргоның қасында Брэд Питт пен қайтадан Леонардо Ди Каприо болады. Содан мансабын түзеп алған Марго «Скандал» деген фильмге түседі. Фильм көп пайда таппаса да, харассмент деген маңызды тақырыпты көтереді. Ал Маргодан басқа фильмге Шарлиз Терон мен Николь Кидман түседі. Содан 2020 жылы келеді, пандемия басталады да, Харли Квиннің оралуы жабылған прокаттан құлап кетеді. Сонымен қатар «Үміт сыйлайтын қыз» фильмі де пайда алып келмейді, дегенмен Оскарды біраз шулатады. Пандемиядан кейінгі кезеңде Марго өзіне жаңа бір әдет шығарады. Ол көп танымал актерлер түсетін фильм, «Капустник» дейді ондайды. Сол 40 қабат дейміз ба, қайтеміз. Сондай фильмдерді таңдайды да, сол барлық үлкен актерлермен қолыстасып прокаттан құлайды. Оны Барбиде айтып берген болатынмын мына жерде. «Суицид» құрамы прокаттан құлады. Былтырғы жылдың ең қатты күткен Амстердамы да ешкім байқамаған секілді оны. Брэд Питтпен түскен Голливудтағы өзгерістер туралы тағы бір фильм «Вавилон» көрерменге ұнаған жоқ, критиктерге ұнады, бірақ пайда алып келмеді. Уэс Андерсонның «Астероидтар қаласын» да ешкім байқаған жоқ. Мен де байқаған жоқпын, жақында шыққан екен. Сөйтіп қатарынан 4 фильм прокаттан қойды. Және Марго Роббидан басқа көптеген актерлер бар. Неге кинотеатрға адам бармайтынын мен мысалы түсінбеймін. Бірақ Марго мінезі бар ғой, біз білеміз, оны режиссерлер біледі. Сөйтіп сол қайтпайтын мінезі оны көптеген танымал адамдар түсетін Барби фильміне алып келеді. Барби туралы өткенде айтып берген едім. Қазіргі уақытта фильм миллиардтан астам пайда алып келді. Марго бірінші миллиардын құтты болсын деген келеді. Айтпақшы, Марго планкада тұрудан Денелі Гослингтен 1 минутке озды. Бұл Маргоның спорттық бір дайындығын көрсететін және мінезін көрсететін бір жайт. Соңғы жылдары Марго өзіне үлкен бір франшиза іздеп жүрген сияқты. Оушндардың достарының приквеліне түсем деді, сосын Кариб теңізінің пираттарына түсем деді. Бұның бәрі сыбыс пока что. Нақты қандай жұмыс жүріп жатқаны белгісіз. Енді қазір забастовкалар болып жатыр. Көтерілістер, және сол көтерілістердің арқасында көптеген бір пландар күлге айналады. Сол Маргоның фильмдері күлге айналмаса екен деймін.
және не деймін басқа. Әзірге құрдасым Марго Роббидің өмірбаяны осындай. Яғни келесі кездескенше сау саламат.